Ассалаумағалейкум, ұлағатты елім. Қайырлы кеш салтанатты кешке жиналған қонақтар. Жыл сайын өткізіліп отыратын Қазақ аруы 2024 атты аудандық байқауға қош келдіңіздер. Жаңағына алдарыңызға шығып, талшықтай бұралып, қызғалдақтай құлпырып тұрған аруларыңызға сәттілік тілейміз. Айнұр, менің ойымша, жаңадан ашылған осынау өнер ордасында өнер көрсетіп, халықтың көз аймен айналатын біздің аруларымызда арман жоқ шығар. Неге жоқ деп ойлайсың? Осы киелі сахнаға шыққан әрбір қыздың арманы Қазақ аруы атану. Сол себепті уақытты созбай сайысымызды бастайық. Мағжан, аруларымызды халыққа таныстырмас бұрын осы байқаудың шаны жұмақ демеушілер бар екенін ұмытпайық. Жанбота сұлулық сән салонының меңгерушісі Наипова Айнұр Әлімжанқызы бас жүлде иелеріне 100 жылдық макияжды курсын сыйға тартқалы отыр. Қандай керемет! Келесі біздің демеушіміз Асылым Мед, Шығыс медицина орталығының директоры Болат Аида ханым. Бірінші орын иегері 30 мың көлемінде сертификат сыйға тартады. Осындай демеушілеріңізге алғыс айта отырып, аруларыңызды көрермендерге таныстырсақ. Тиышбай Сымбат Бекболатқызы, номері 249 мектеп лицейі. Шакман Ғалия Ақылбекқызы, номері 165 мектеп. Төлепберген Мадина Шымболатқызы, Майдагүл ауылы. Бақыт Амина Бақытқызы, Лақалы ауылы. Бейбіт Айгүл Дәулетқызы, номері 234 мектеп. Қойшыбай Айғаным Қанатқызы, Өргендеу ауылы. Олай болса сіздерді Әділқазы алқасымен таныстырып өтсек. Досан Гүлбану, номері 1 жылжымалы мәдени демалыс кешенінің меңгерушісі.